Бұл оқиға ерекше баланың дүниеге келуі мен оның әлемге жаңалықтар алып келгені жайлы болмақ. Бірақ біз әңгімемізді сәл ертерек бастаймыз. Ертеде екі періште жатты. Олар күнде өздерінің үлкілдек бұлтының үстіне отырып алып, әлем бойынша сәбилерге өмір сыйлап отырады екен. Мына бала ұста болады екен. Мына бала диқан болады екен. Ал, қанеки көрейік. Мына бала сарбаз болады екен. Алдына себеттерін неге қолданбаймыз? Абайла, бұл себетте 100 жылда бір рет, 1000 жылда бір рет адамдарға арналған өмірлер сақталған. Қорқытпаңыз, мен көрейін деген. Бізде ерекше екен. Тарихы да ерекше, қонағы да бар. Сонда бұл жұлдыздар несімен ерекше? Бұл жұлдыздар дарынды, ақылды, өмірінде із қалдыратын сәбилерге беріледі. Абайласаншы! Ай деген. Соң қалай болар екен, Әйткенмен, саспаңдар. Бұл сәби әлі талай таңғалдырар сендерді. Сонымен бақылай. Бірнеше жыл уақыт өтіп, әлгі жұлдыздың иесі өсіп қалған сияқты. Балалар, енді мынандай есепті қалай шығарамыздар? Мен жазамын. Ұстаз, менің ойымша бұл есепті басқаша да шешуге болады. Қалай? Бұл сандарды қайдан үйренген боласың? Сіз оларда өткен жоқпыз ғой. Әл-Хорезмидің Әл-Зебру вә Мұқабала кітабын оқып есепті осылай шығаруға үйреніп алдым. Жарайсың. Отыра болғанмын. Аллар, енді бүгінгі күннен бастап біз математиканың жаңа бір күрделі саласын алхимияны өтетін боламыз. Айналамыздың барлығы көзге көрінбейтін кішкентай бөлшектерден тұрады. Бірақ біз осы бөлшектерді қоссақ, жаңа заттардың пайда болуына ықпал ете аламыз. Ал, Абунасыр, осы сұйықтықтарды қалай пайдаланар едің? Мысалы, мына қышқылға мына сіркесін қосамыз. Сосын мұндағы екі мысқал мына сұйықтыққа қосса, одан соң мұнай зағыр майын тамызамыз. Және күкірттен себейік. Соңында қыш ұнтағын қосса, біздің мешіттердің күмбездерін әсемдейтін бояу шығаруға болады. Бояу 100 жылға дейін өнім бере бермейді. Жақсы, Абунасыр, мен айтқандарымның бәрін ұғып аласың. Ұстаз, алдынан тамызып көрсек не болады? Оны енді зерттеу керек. Қазір көреміз. Әне, айттым ғой бұл бала ерекше деп. Өзі қатарлас балалардан әлдеқайда ақылды, әлдеқайда зерек, әлдеқайда дана. Болар бала екен, Таныңдар ғой, таныған шығарсыңдар. Бұл бала дәл сол әлемнің екінші ұстазы атанған Әл-Фарабидің өзі. Таныңдар, Қай жерге тоқтап едім? Содан бір күні ел басына үс түседі. Бірнеше күн бойы тоқтамай жауын жауады. Babam kaç su geliyor.
Естеген-ай. Аман бекен өздер. Құдайым, не болып кетті. Адамзат, қайдасыңдар? Ел қайда? Шаһар қайда? Амансыңдар ма? Халайық! Бар екен ғой. Аман екен ғой. Шүкір, шүкір. Бұлай істейміз және жер асты құбырларын қосамыз. Жер асты құбырлары бүкіл қалаға Әміршім, көпшілік халықтың төлен су шайып кетті. Шаймағандары міне өзіңіз көріп тұрғаныңыздай. Иә, қиын болды. Халыққа барынша көмек беріңдер. Әміршім, рұқсат етін сізге айтар датым бар еді. Я, балақай, сен кім боласың? Әбунасыр болам, әміршім. Ел ішінде дана бала танып жүрген сен емессің бе? Я, сол бала, дәл өзі. Айта ғой балам датыңды. Таптым шешімін, таптым, қараңызшы. Сонымен Әл-Фараби не істеген білесіңдер ме? Бұл деген жаңалық, бұл деген Эврика. Бұл дана бала күні бүгінге дейін елді судан құтқарып келе жатқан жер асты құбырларын ойлап тапты. Содан бері Құдайдың рахаты. Жауын болса, жұрт түйіншектерін алып қаша жөнелмейді. Әне, ақыл деген қайда жатыр. Қандай дана десе дана бала екенсің. Сен шаһарымызды құтқардың, енді халық жауыннан да, судан да қорықпайды. Барлығы сенің арқан. Жер асты құбырлары деген өте дұрыс шешім болды. Қыштан сонша құбыр жасауға болатын мен мұны қанша өмірде білмеппін. Ризамын саған, Әбунасыр. Әміршім, маған сенім айтқаныңыз үшін рахмет. Бірге құтқардық, бірге су арнасын таптық. Қызметіңізге әрқашан дайынмын. Мырза, Әбунасыр сияқты дарынды бала тәрбиелеп өсіргеніңіз үшін сізге барлық халықтың атынан алғысымды білдіргім келеді. Алла берген ерекше дарыны бар. Болашақта халықтың тұрмысына, өміріне жаңалық енгізетін бала болғалы тұр. Әбунасыр, сенің мына біліміңді шыңдау керек. Тоқтап қалма. Мен саған хан сарайдағы кітапханадан қалаған кітабыңды алып, біліміңді ұштай түсуге мүмкіндік беремін. Бірақ сен сарайға жай бала емес, менің уәзірім болып кіресің. Келісесің бе? Әміршім, сеніміңізге алғысым шексіз, әрине келісемін. Өздеріңіз көріп отырғандай, шын еңбек пен ақыл ешқашан елеусіз қалмайды. Әл-Фараби де өзінің кішкене жасына қарамастан сарай табалдырығын хан уәзірі болып аттады. Еңбегі жанды, елінің батасын алды. Бір жұлдызды түсіріп алып қателік жасасақ та, жұлдыз өз есін табуда қателік жасамапты. Болар бала екен. Халықтың индесі екен. Елінің жарық жұлдызы болады екен. Ал, кішкентай періште, ұйқымызды қандырып алайық. Ертең ерекше күн, ертең жұлдыздарды жерге жіберетін күн. Жақсы, жатып демалайық, қайырлы түн.